Мына қызды неге жетімдер үйіне өткізбедің? Сәкен шымылдықты жұлып алды. Төргі бұрышта көздері жалтаңдап дір-дір етіп отырған кішкентай қызға қадала қалды. Сәкен. Мәриям күйеуінің аяғын құшақтап жерге тізерлей отыра кетті. Қалай ғана өз қолыммен өз баламды далаға тастаймын? Ол да маған Назымым секілді ыстық қой. Менің бауыр етім ғой, Сәкен. Енді қайттым. Сәкен бір жылап жатқан әйеліне, бір анау бұрыштағы сүйкімсіз көрінген қызға қарап, жүрегі қақ айырылып кете жаздады. Ол қан майданды кешіп, талай өлімді көрді, бәріне төзді. Бірақ әйелінің басқа біреумен болғанын ойласа, өкпесі қысылып, дем ала алмай қалатын еді. Бәрі сонау 1942 жылдың мамырында басталған. Мәриям терезе алдында тұр. Қолында 2 апта бұрын келген күйеуінің хаты. Сәкені. Аманмын. Жақында демалысқа барам. Сенің ыстық құшағыңды сағындым. Назымымның сыңғырлаған күлкісін естігім келеді деп жазыпты. Мәриям бұл хатты тұмардай көріп, күнде кешкісін дұға орнына қайталап оқитын. Кейде қызы естісін деп дауыстап оқиды. Әкесінің жақсы көретінін білсін дейді. Бірақ бүгін пошташы Қадыр шал келді. Үйдің жанындағы дөңбекке отырып, ауыр күрсінді. Амансыз ба, Қадыр ата? Мәриямның жүрегі зу ете қалды. Іштей, жай демалып отырған шығар деп жалбарынып үлгерді. Хат келгеніне 2 қатта болды ғой. Мүмкін емес. Бірақ шал мұңлы көзімен қарап, қалтасынан бір жапырақ қағазды ұсынды. Кешір қызым, хабар суыт, бекем бол. Мәриям түсінбеді. Қағазды жұлып алып оқи бастады. Сәкен Асанұлы, 217-ші полктың жауынгері, 27 сәуірде ерлікпен қаза тапты. Мүмкін емес, өтірік. Ата, айтымшы, өтірік қой, деп жанұшыра сыбырлады. Кеше ғана хат алдым ғой, сиясы да кепкен жоқ қой әлі. Қадыр шал бөрігін шешіп, ақырын ғана. Қарағым-ай, фронттан хат ұзақ жүреді. Оқтан бұрын ажал, хаттан бұрын қара қағаз жетеді екен. Жаңа ғана тірі болып хат жазған боздақ, қас қарым сәтте жоқ болады деді. Шал бөрігін киіп, зілдей сөмкесін арқалап, бүкірейген күйі ауыл ішіне қарай кете барды. Мәриям сол отырған жерінде еңіреп, жылап жіберді. Үйден Назым жүгіріп шығып, «Апа, не болды?» деп анасының шашынан сипады. Мәриям сөйлей алмады. Қызын құшақтап, бар даусымен айғай салды. Бұл дауыста соншалықты қайғы мен шарасыздық бар еді. Тіпті көрші Айымкүл апаның өзі шошып кетіп жүгіріп келді. Жас жесірді құшақтап, басынан сипады. «Ой, ботамай, сенгім келмейді», деп егілді Мәриям. «Ол уәде берген еді ғой. Келем деп еді ғой». Шілде айы, 1942 жыл. Ашаршылық бірден келген жоқ. Алдымен нан азайды. Сосын жағдай мүлдем қиындады. Сол жылы қуаңшылық болып егін шықпай, халық қатты қысылды. Бар тапқанын майданға, қалаға жөнелтеді. Адамдар бәрі жеңіс үшін деп шыдады. Мәриям таңғы 4-те тұрып, жұмысқа дейін шөп шалам тереді. Әзірге жаз, шөппен де өзек жалғауға болады. Қызы екеуі алабота, қалақай, жабайы қымыздықпен саңырау құлақ жинап, содан көже қайнатады. Егер бір жұмыртқа қоссаң, кәдімгідей тоқ боласың. Бірден Назым сүрініп құлап қалды. Бірақ жылаған жоқ. Жай ғана аспанға қарап жата берді. «Апа, мен шаршадым». Мәриям қызын көтеріп алды. Өзінің де аяғы шалынып барады. Құдай-ай, қазір құласам, екеуміз де осы жерде өлеміз ғой деп ойлады. Бірақ жетті. Үйге келіп табалдырыққа қараса, бір түйіншек жатыр. Ашып қалды. Ішінде қант және бір кесек тұздалған май. «Я Раббым, бұл не? Қайдан келген?» Ет көрмегендеріне 1 ай болған. Қорадағы 3 тауықты жұмыртқасы үшін әрем сақтап отыр. Басқа тірі жан жоқ. Жан жағына қарап еді. Агроном ермекті көрді. Ол ұялғандай көзін алып қашты. «Бұл сіз бе? Сіз әкелдіңіз бе?» «Бүгін колхоздан азық-түлік алып едім». Ермек кінәлі адамдай төмен қарады. Ауылдағылар ашқұрсақ жүргенде, бұларға, мамандар мен басшыларға сәл тәуірлеу тамақ берілетін. Ермек сияқтылар ауылда мал ұстамайды, бақша екпейді. Бүгін бар, ертең жоқ, басқа жаққа айдап жіберуі мүмкін. «Рахмет сізге.
көп рахмет. Мәриям алғысын айтты, бірақ іштей сезді. Ермек мұны жайдан жай істеп жүрген жоқ еді. Ермек Мәриямға бұрыннан көз салып жүретін. Кейде су тасып береді, кейде отын жарып дайындап қояды. Жақында ғана қисайған шарбақты түзеп берді. Артық сұрақ қоймайды, жай ғана қолғабыс етеді. Бірде көрші Айымкүл апа Ермектің алда жүргенін көріп басын шайқады. Мәриям, оның бұл істегені тегін емес. Мұны мейірімділік емес, есеппен жасалған жомарттық дейді. Ол ештеңе сұраған жоқ қой, деп иығын қиқаң еткізді Мәриям. Сұрайтын кез келеді, күтіп жүр. Мәриям, сен естияр әйелсің, өзім ойлан. Қара қағаз алғаның кеше ғана. Жұрттың сөзіне қалсаң, ұят болады. Көп ұзамай Назым ауырып қалды. Ыстығы көтеріліп, өкпесі сырылдап жөтелді. Ауылдағы жалғыз дәрігер майданға кеткен. Жұрт жаңа маманды, мейлі кешегі студент болса да, асыға күтіп жүрген еді. Мәриям шырпыр болып, Құдайға жалбарынып, қызының денесін сірке сумен сүртіп, таңқурай қосылған қайнақ су берді. Бірақ қыздың беті бері қарайтын емес. Сол кеште Ермек келді. Қолында бір құмыра сүт, кішкентай ыдыста бал және бір бөлке нан бар. Мынаны қызға бер, деді ол Назымға қарап. Кезірек жазылсын. Рахмет сізге, Ермек аға, көп рахмет. Мәриям ұйықтап жатқан қызына қарады. Көзінде шексіз алғыс бар еді. Ермек аға, бұнымыз ұят болар. Ел көрсе не дейді? Мәриям, мен ертең кетемін. Мені басқа колхозға ауыстырды. Сонда орныңызға кім қалады? Деп таңғалды келіншек. Нұргүл қалады. Оқуын жаңа бітірді. Мынадай шағын мекемеге жас агрономда жарайды. Жолыңыз болсын, Ермек аға. Жақсылығыңызға рахмет. Ермек үндемей сәл тұрды да, жүр Мәриям, мені есікке дейін шығарт сал, деді. Ауыз үйге шыға бере, Ермек кілт бұрылып, Мәриямды қапсыра құшақтап алды. Мәриям-ау, не деген таш жүрек едің? Мен саған барынды салдым, асты үстіме түстім, ал сен түк түсінбегендей жүресің. Шынымен сезбейсің бе? Түсінем, Ермек аға, бәрін түсінем. Бірақ мен сізден көмек сұраған жоқпын ғой. Өзіңіз көмектестіңіз. Мен ештеңе уәде етпей қабылдадым. Менің жесір қалғаныма көп болған жоқ. Күйеуімді жоқтап жүрмін. Оны қатты жақсы көрем. Күйеуіңді жақсы көресің, деді ол мырс етіп. Жоқ қой ол енді. Ермектің көзінен жаман отты байқап қалған Мәриям кейін шегінбек болды. Бірақ еркек оны қабырғаға қысып тастады. Менің жақсылығымды саудаға салайын деп пе едің? Есегін қайтару керек қой, Мәриям. Ермек білді. Мәриям ешкімге барып шағымданбайды, ал ертең өзі бұл ауылда болмайды. Ермек кеткен соң, Мәриям төсекте тізесін құшақтап ұзақ отырды. Дауыссыз жылады. Жаны ауырғаннан емес, ұяттан жылады. Учаскелік милицияға барып, айқай-сап шағымдану керек еді. Бірақ ұяттың күштілігі сондай. Жерге кіріп кете жаздады. Адамдар сенбейді, өзі істеді дейді. Көмегін алды ма? Алды. Қызы үшін алды. Енді сол қызы үшін тілін тістеуге мәжбүр. Ермек кеткеннен кейін бір апта өткенде аулаға тағы да пошташы Қадыр шал келді. Мәриям, сүйінші биле, Сәкеннен хат келді. Мәриям сенер-сенбесін білмеді. Қағазды жұлып алып, аша сала тізерлеп отыра кетті. Сәкен тірі екен. Ауыр жараланып, 3 апта ес-түссіз жатыпты. Тіпті әскерден босатамыз деген екен. Бірақ тәуір болып, полки қайта қосылмақшы. Оның алдында демалысқа келеді. Сәкен, бұл менің 3-ші хатым. Жауап келгенше бір сөзді жаза берем. Алдыңғы хаттар жоғалған сияқты. Қара қағаз қателік болды, соны білсін деп жазыпты. Мәриям хатты сүйіп, еңіреп жылады. Сосын жүгіріп жүрген Назымды шақырып, «Әкең тірі, қызым, ол тірі», деп айқайлады. Сол түні-ақ госпитальге жауап жазды. Алдыңғы 2 хатты алмағанын, күйеуінің тірі қалғанына бақытты екенін, кездесуді асыға күтетінін тізді. Кек, 1 айдан соң Сәкен 2 апталық демалысқа келгенде Мәриям аяғы ауыр екенін түсінді. Сәкен айқай-шу шығарған жоқ. Әйеліне мұңмен, жан ауруымен қарады. Сосын сұрақ қойды. Баланың әкесі кім? Кімнен таптың? Жерік болып әрен жүрген Мәриям жылап жіберді. Әйел күнтізбесінің бұзылғанын қалай байқамай қалды екен? Мен ойнап тапқан жоқпын.
бұл сен ойлағандай емес. Енді қалай? Жел айдап әкелді ме, шөп шауып жүргенде, деді Сәкен мырс етіп. Мәриям жылап тұрып бар, шындықта айтып берді. Ермек агрономның қалай қызы екеуіне көмектескенін, соның арқасында ашаршылықтан аман қалғанын айтты. Назынның аштан құлаған күнін, табалдырықтан 2 картоппен 1 тілім май тапқанын еске алды. Мен ақымақ емеспін, бәрін түсіндім, бірақ қызым үшін көмекті алуға мәжбүр болдым деп ағынан жарылды. Мәриям Ермектің алдында оның арам ойын түк сезбегендей кейіп танытты. 1 айдан астам уақыт солай жалғасты. Ол тамақ әкеледі, қора жайға қарайласады. Ал Мәриям тек рахмет деген құрғақ сөзбен шектеледі. Қолындағы қара қағазға қарамастан, ол Сәкенін әлі күтетін. Жүрегінің түбінде ол тірі деген үміт сөнген жоқ еді. Мәриям жылап отырып, сол түнгі сұмдықты күйеуіне айтып берді. Сәкеннің жүзі қарайып кетті. Жұдырығын түйгені сондай, сүйектері ағарып кетті. Неге оны қамақпадың? Неге милицияға бармадың? Деп гүр етті. Өйткені ұялдым, Сәкен. Мәриям бетін басып, кішкентай күшіктей қыңсылап жылады. Елге күлкі болам дедім. Масқара ғой. Енді не істейміз? Айтшы маған, не істейміз? Білмеймін, Сәкен, білмеймін. Кешірші мені, кешіре көр. Сәкен үнсіз қалды. Керезеге қарап ұзақ тұрды. Сосын әйелінің жанына келіп, иығынан қысты. Даусы қатқыл, сөзі суық еді. Сен шарасыздықтан бардың ғой бұл іске, Мәриям. Сондықтан сені кінәламаймын. Алла алдында арын таза. Ол терең дем алды. Өзінді кешірсем де, ішіндегі бөтен қанды қабылдай алмаймын. Көзіме көрсетпе оны. Сәкен майданға қайта аттанды. Ал Мәриям қалаға жол тартты. Бірақ қалалық дәрігерлер, бұның заңсыз, үкіметке хабарлаймыз, сотталасын деп, қорқытып шығарып салды. Ол кезде түсік жасатуға қатаң тыйым салынған заман. Ауылдағы дәрігер Айгүлде оны қуып шықты. Амал жоқ. Мәриям 10 шақырым жердегі тау бөктерінде тұратын емші кемпірге барды. Емші оның сөзін естігенде, қолындағы таяғын жерге бір-ақ ұрды. Ей, қызым, аузынан Алла атқыр сөз шыққанын қарашы. Мен адам ем деймін. Қосақтағы шарананы уламаймын. Жоғал, көзіме көрінбей, кет. Апа, енді не істеймін? Деп жылады Мәриям. Күйеуім қабылдамайды оны. Қабылдамаса қойсын, деді кемпір қатуланып. Бала туылуы керек. Кім біледі? Бәлкім осы бала ертең үлкен адам болар. Еліне пана болар. Алланың ісіне араласпа. Бар, қайт ауылыңа. Мәриям салысуға кетіп қайтты. Не істемет дейсің? Моншаны адам шыдағысыз ыстық қылып жақты. Ауыр шелектерді тасыды, бөрене көтерді. Бірақ Құдайдың құдіреті ішіндегі шарана жабысқан кенедей түспей қойды. Бір күні ол ұйықтап жатқан қызы Назынның төсегінің шетінде отырып ойланды. Егер Назынды біреу осылай жоқ қылғысы келсе ше, іштегі баланың не жазығы бар? Ол неге менің немесе Сәкеннің қателігі үшін өлуі керек? Неге мен өз қолыммен адам өлтіріп, тозаққа кіруім керек? Мәриям қорыққаннан дірілдеп кетті. Сандықтан ескі Құран кітапты алып құшақтап жылады. Я Раббым, кешір мені, кешір мені. Уақыт өте келе Мәриямның іші біліне бастады. Ауыл іші гу-гу әңгіме. Әйелдердің көзі, қырағы, саусағы санағыш қой. Күйеуі жоқта көтеріп алыпты деген сөз желде есті. Дәрігер Айгүл тіс жарған жоқ еді. Бірақ оның көмекшісі аузында сөз тұрмайтын Нұргүл деген келіншек бар болатын. Оның үстіне Нұргүл Мәриямның енесімен жақын араласатын. Енесі естіпті дегенді естігенде Мәриям тірідей өлді. Тіпті көрші Айымкүл апаның өзі, бұрын жаны ашып жүрген адам, енді бастарын шайқайтын болды. Ей, Мәриям-ай, өз қолыңмен өзіме от жақтың ау. Мәриям бұрын ешкімге ақталмайтын. Бірақ бұл жолы шыдай алмай, Айымкүлге бар сырын ақтарды. Сол түнгі сұмдықты айтты. Айымкүл күрсінді. Айттым ғой саған, тегін ірімшік тек қақпанда болады деп. Не ойладың? Ақсын сұрамайды дедің де. Мен қызымды ойладым, апа. Аштан өлмесін дедім, деп өксік атты Мәриям. Ал жұрт мені
ойнас жасады деп ойлайды. Менің төркінім 40 шақырым жерде. Әйтеуір олар естіген жоқ бұл масқараны. Сәкенге жаздың ба? Жаздым. Бала туралы ләм-мим демеді. 1943 жыл. Қыз туылды. Өзі тып-тыныш. Түнде жыламайды, мазаны алмайды. Кек үлкен, тұпыңқұйыр қара көздерімен әлемге үнсіз қарайды. Дәл ермектің көзі. Мәриям оның атын Сәния қойды. Еркелетіп, Сәкош дейтін. Бұл туралы Сәкенге хат жазды. Жауап 1 айдан соң келді. Қысқа әрі суық. Мәриям, екеуміз бірге тұрамыз. Саған бір ауыз артық сөз айтпаймын. Бірақ қызды жетімдер үйіне өткіз. Бәріміз үшін, әсіресе сол қыздың өзі үшін дұрысы осы. Елге келген соң сөйлесеміз. Сәкен. Мәриям хатты умаждап тастады. Жоқ, өткізбеді. Бесікте тәтті ұйықтап жатқан сәбидің кіп-кішкентай саусақтарын сүйіп, оның еш кінәсі жоқ. Күнәһар менмін. Ал ол ешкімнің алдында жауап бермеу керек деп сыбырлады. 1945 жыл. Жеңіс. Сәкен оралды. Мәриям оны сағынышпен, әрі жүрегі дірілдеп қорқынышпен күтті. Ол жүдеп кетіпті. Көзінде бұрынғы мейірім жоқ. Бір түрлі суық мұз қатып қалғандай. Әйелін, қызын назынды құшақтады. Сосын бөлмеге көз жүгіртіп, ақырын ғана сұрады. Ол қайда? Мәриям үнсіз ғана төр жақты нұсқады. Ол жақта жиылы тұрған жүктің көрпе жастықтың тасасында, шымылдықтың артынан кішкентай Сәния қорқақтай сығалап тұр еді. Мен оны өткізе алмаймын дедім ғой. Ол маған назым қандай ыстық болса, дәл сондай бауыр етім. Сәкен пешке жақындап, шымылдықты жұлып алғандай ашты. Бұрышта бүрісіп отырған қызға қарады. Үлкен қомыр көздер. Бөтен көздер. Онда мен өзім апарып тастаймын, деді Сәкен тістеніп. Мәриям, түсінсеңші, біз онымен бір шаңырақта тұра алмаймыз, көзім көрмесін. Мәриям селгетпей, қазықтай қадалып тұрып алды. Сосын ақырын, бірақ нық дауыспен. Жоқ, деді. Бұл менің қызым. Мен талай қорлыққа шыдадым. Шешеңнің, әпкелерінің табасына қалдым. Көршілердің өсегін естідім. Сонда мені не ұстап қалды дейсің? Осы екі қызының кішкентай қолдарымен сыңғырлаған даусы ғана маған күш берді. Ол қызын артына жасырып, күйеуіне тік қарады. Өлсем де бермеймін. Бұл менің қызым. Оны далаға тастағанша, мені де қоса қуып жібер. Өзі сондай момын. Тілі алғыш. Тып-тыныш қыз. Сәкен жауап қатпады. Қолын бір сілтеді де, есікті тарс жауып, ата-анасының үйіне тайыттырды. Ертеңіне бүкіл ауыл қызылша жинауға шықты. Күзгі науқан қызып жатыр. Мәриям да бел жазбай жұмыс істеп жүр. Ал кішкентай Сәния жүгіріп жүріп, шешесіне көмектесіп су тасып жүр. Көрші Айымкүл апа Мәриямның жанына келіп сыбырлады. Мәриям-ау, жақсылап ойландың ба? Ана қызды өткізе салсаң қайтеді? Баймен бай болғаның жақсы емес пе? Ерін кешірер еді. Әрі ана ермекті сүймедің. Бұл қыз саған соны еске түсіріп, жүйкенді жұқартпай ма? Айымкүл демін бір алып, сөзін жалғады. Сәкен жас, сымбатты жігіт. Қазір оны кез келген қатын қағып әкетеді. Көп қайғырып отырмайды ол. Мәриям маңдайының керін сіртіп алысқа қарады. Не болса, осы болсын деді. Мен баламды бермеймін. Әкесі оңған адам болмаса да, бұл қызда менің де қаным бар. Мен оны жақсы көрем, күтем. Егер Сәкен мені шын сүйсе, қызды да қабылдайды. Ал қабылдамаса, демет махаббатының құны көк тиын болғаны да. Көк күттірген жоқ. Бір аптадан соң Сәкен үйге келді. Кешкі ас уақыты болатын. Дастархан басында Сәния отырған. Сәкен үндемей келді де, қыздың жанына жайғасты. Қызға бір қарады да, күрсініп. Бірге тұрамыз деді, ақырын ғана. Бірақ, бұрынғыдай бола аламыз ба, білмеймін. Мен тырысам, баланы қабылдауға тырысам. Сүйуге уәде бере алмаймын, бірақ ренжітпеймін, тиіспеймін. Ол әйеліне қарады. Сенсіз дүниенің қызығы жоқ екен маған, Мәриям. Сенсіз тірі өлік екенмін. Оның үстіне Назым да әкесіз өспесін. Мәриямның көзінен жас парлап қоя берді. Күйеуін құшақтап, рахмет саған Сәкен,
Рахмет, деп сыбырлады. Сәния зерек болып өсті. Мектепте кілең-беске оқыды. Кітапханадан шықпайтын. Ескі маталардан өзіне көйлек тігіп алатын. Үй шаруасына пысық. Анасының нағыз қолғанаты болды. Ешқашан шағымданбайтын. Тіпті әкесінің өзін жақсы көрмейтінін, өзінің бұл үйде артық адам екенін сезсе де үндемейтін. Ауыл іші тар ғой, кімнің кім екенін жасыра алмайсың. Сәния бәрін білетін. Ол әпкесі Назымға еріп, әжесінің үйіне бармайтын. Өйткені ол жақта оны ешкім күтпейтін. Сәкеннің шешесі кекесіне, бөтен қызға, сыйлық бермек түгілі, ит қосы қуатын. Бірақ Сәния Сәкенді бәрібір әке дейтін. Оның кішкентай ғана жүрегі әке мейірімін аңсайтын. Мектептен 5 алса, жүгіріп келіп көрсететін. Сәкен болса, басын изеп, суық қана, жарайсын дейтін де қоятын. Дәмді тамақ пісірсе де, жейдесін жамап берсе де, естейтіні сол құрғақ сөз. Ал ауырып қалса, Сәкен ешқашан оның қасынан табылмайтын. Назым сіңлісін қатты жақсы көретін. Әжесінен алған кәмпит құрттарын тығып әкеліп, Сәниямен бөлісетін. Тек әжеме айтып қойма, жарай ма? Дейтін сыбырлап. Бірем ғой, Назым, мен жексырын немеремін ғой деп, Сәния мұңайып күлетін. Әкем шешемді кешірді. Елдің өсегі басылды. Бірақ әжең мені көрсе, қасқыр көргендей болады. Қыз көзінің жасын сүртіп, нық сөйледі. Ештің етпейді. Мен өскенде қалаға барып оқуға түсем, үлкен дәрігер боламын. Мені жақсы көрмейтін адамдарды да емдейтін боламын. Сәнияның сол жауыз әжесін емдеу маңдайына жазбатты. Қыз институттың 2-ші курсында оқып жүргенде кемпір қайтыс болды. Оқу біткен соң Сәния ауылға қайтпады. Қызыл дипломы бар, білімді қызды қаладағы үлкен аурухананың бас дәрігері бірден жұмысқа шақырды. Жатақханадан бөлме дайын тұрды. Бұл жақта оны бағалайтын, сыйлайтын. Ал ауылда ше? Ауылда тек анасы ғана күтетін. Әпкесі Назым тұрмысқа шығып, күйеуімен бірге басқа қалаға көшіп кеткен. Ал әкесі Сәкен сол баяғыдай тас бауыр. Сәния қанша тырысса да сол мұзды жібіте алмады. Күндердің күнінде. Күз мезгілі. Сәкен есік алдында картоп қазып жүрген. Кенет жүрегі шаншып, есінен танып қалады. Көршілер көріп қалып, жедел жәрдем шақырды. Ауыл дәрігері, жағдайы ауыр, инфаркт болуы мүмкін, ауданға жеткізу керек деді. Сөйтіп Сәкенді ескі жедел жәрдем көлігімен аудандық ауруханаға алып келді. Бұл кезде Сәния түнгі кезекшілікте отырған еді. Қабылдау бөліміндегі науқастардың тізімін қарап отырып, таныс есімге көз түсті. Асанов Сәкен. Әке! Деп айқайлап жіберді ол. Жүрегі аузына тығылып, палатаға қарай жүгірді. Есікті ашып қалса, әкесі жатыр. Өңі бозарып кеткен. Қолында тамшылатып дәрі құятын система. Өзі ұйықтап жатыр. Сәния кіруге бат-бат. Есік алдында сәл тұрды да, жүгіріп күндізгі дәрігерге барып, жағдайын сұрастыра бастады. Дәрігер шықты. Өміріне қауіп төніп тұрған жоқ. Уақытында алып келгендер деді. Сосын қандай ем жасағанын, енді не істеу керегін түсіндірді. Сәния терең дем алды. Ең қорқыныштысы артта қалды. Ол палатаның есігіне қайта жақындады. Бір сәт кідіріп қалды. Есіне баяғыда әпкесі Назымға айтқан сөзі түсті. Мені жақсы көрмейтін адамдарды да емдеймін. Есікті ақырын ашты. Сәкен ояу екен. Төбеге қарап жатыр. Кіруге бола ма? Деп сұрады қыз дірілдеген даусымен. Сәкен басын изеді. Кел. Сәния төсектің шетіне отырды. Әкесінің жағдайын сұрады. Жылы сөздер айтты. Содан кейін басқа науқастарды қарауға кетті. Әкесі ауруханада жатқанда Сәния бос уақытының бәрін соның жанында өткізді. Базарға жүгіріп барып алма, алмұрт тасыды. Асты үстіне түсіп қарады. Ауруханадан шығатын күн. Сәкен заттарын жинап жатқан. Сәнияны шақыртып алды. Әке, мені шақырдыңыз ба? Сәкен біраз үнсіз тұрды. Айтуға оңай сөз емес қой. Сосын қыздың қолынан ұстады. Қолы дірілдеп тұр еді. Кешір мені, қызым, деді ол сыбырлап. Даусы қарлығып шықты. Мен соқыр болыппын, ақымақ болыппын. Сәкен қыздың көзіне тіке қарады. Осы 4 қабырғада жатып көп ойландым. Өмір деген тым қысқа екен ғой. Соғысты көрдім. Оқ пен оттың ортасынан аман шықтым. Бірақ бейбіт күнде,
өз бақшамда құлап қалам деп кім ойлаған? Егер сен болмағанда. Әке, қойыңызшы, о не дегеніңіз? Жоқ, тыңда, мен айтуым керек. Сәкен оны тоқтатып тастады. Өзімді жеп қоя жаздадым. Неге бір иіскемедім? Неге маңдайынан сүймедім деп өкіндім. Маған не кедергі болды? Тәкаппарлық па? Менмендік пе? Әлде жігіттік намыс па? Сенің ақ халат киіп, адамдарды ажалдан арашалап жүргеніңді көрдім. Жұрттың сен туралы қандай алтын қыз деп тамсан айтқанын естідім. Сөйттім де өзінен ұялдым. Сәкеннің көзіне жас келді. Қаның бөтен болса да, жанымыз бір екен ғой, қызым. Сен менің нағыз балам екенсің. Сенде не кінә бар? Мен сені қорғауым керек еді, мақтануым керек еді. Ал мен не істедім? Мен бұрында білгенмін. Сенің жақсы қыз екеніңді білгенмін. Бірақ ішімдегі қырсық шал әкеңе деген ашу жібермеді. Кеш, қызым. Мені тасбауыр әкеңді кеш. Сәния шыдай алмады. Көзінен жас ыршып кетті. Әке, құшақтауға бола ма? Сәкен құшағын жайды. Әке мен қыз. Арада ширек ғасыр өткенде алғаш рет осылай шын жүрекпен құшақтасты. Сәкен одан кейін тағы 10 жыл өмір сүрді. Әр демалыс сайын ол Сәнияны асыға күтетін болды. Сәния тұрмысқа шығатын кезде, той ауылда болады, мен қызымды ұясынан өзім ұзатам, деп дүркіретіп той жасап берді. 2 жылдан кейін жиені Ерасыл дүниеге келгенде, Сәкеннен бақытты адам болмады. Немеремді жиі әкеліп тұрыңдар деп, қайта-қайта тапсыратын. 1977 жылы Сәкен ұйқыда жатып, тыныш қана бақилық болды. Жерлеу кезінде Сәния кішкентай баладай еңіреп жылады, анасын құшақтап. Апа, ішім удай ашып барады. Мен оны бәрібір жақсы көретінмін. Тіпті мені керек қылмаған кезде де жақсы көретінмін. Бірақ соңғы жылдары ол маған басқа көзбен қарады. Мен өзімді шынымен әкесінің қызындай сезіндім. Ол көзінің жасын сүртті. Ерасылды еркелетіп, мен көрмеген мейірімді ұлыма төккенін көріп, іштей жылайтынмын. Кеш болса да, ол маған шын әке болды, апа. Мәриям қызының басынан сипап жұбатты. Қызым, ол сені іштей бұрыннан жақсы көрген. Кек еркектік намысы, қырсықтығы жібермеген ғой. Кеш болса да түсінді. Соған шүкір де. Құрметті достар, жүректі езіп жіберетін оқиға осылай аяқталды. Қалай ойлайсыздар? Сәкеннің баланы балалар үйіне өткіз деп талап етуге хақысы бар ма еді? Мәриямның сол бір ауыр жылдар жасаған құрбандығын еркек намысымен ақтап алуға бола ма? Сіздің өмірде бөтен адамның туған бауырдан жақын болып кеткен кездері болды ма? Ойыңызды ашық жазып пікір қалдырыңыз. Мен барлығын оқимын. Әлемнің қай нүктесінен тыңдап отырсыз, жерлестер? Жаза кетіңіздер. Егер осы әңгіме ұнаса, Лайк басып, қолдап қойыңыздар. Алла баршаңызға денсаулық берсін. Шаңырақтарыңыз шаттыққа толсын. Сау болыңыздар.